Ağaçların keskinliğine puan değil. Hani, kınasından bunlar kaçan bunlar. Çok kayıtlı yazılıyor olsa. Şimdi böyle kanallardan paketini olası işi saniyede sağlıyor. Anlalar. Erdene'ye kanalından kaymadan öpüyordu Sovyet üstü. Şahattan yıkıp yürüdü. Alma gezi rahatsız. Kan ortasında karanlığın kolunda da Mayzasının ışığında azarlarından yenesi Kogalay kırkaydı. Korkunçta tutuldum. Hazır uyanıp gidersin. Олардың ортынша өлген кісіні түн асырмай күн батқанша жерлеп, өліктің бетін топырақ асырғаны салды. Болса, неге бізге жалсың? Жалғыздыққа бар. Сен жалсың. Босқарған тер болма. Біз бәрібірде бір-бірімізді түсінбейміз. Естімейміз де. Жоқ. Мына мігізсіз қимыл қыбырдың ит шығыс алыс шығыстың мәні не? Жалмауға, тыныштық, береке кетірген қастықта. Мынау ауыз жатпай сарна, көздерінен жас барлы, қамшылда, дірілде, қалтыраған мәңгі қазақтарда жалмауға. Қалайша Тәңірінің берген екі көзі, екі қолы, екі аяғын көпсініп, басқа біреуді оққа ұрындырды. Неге жаулық қылды? Дәуіт ағамды кешеді ме? Ол да кешеді ме? Жоқ, қалайша бір-біріне ұқсас екі жан қатар жүріп, қатар тірлік қылғанына өшсін де. Неге жаулық қылды? Мына бізге, маған! Жылап болған уыздай жанында не болып жатқанын ұсталмай, жұрттың неге жылап жатқанын білмей, елде қалған жас бала қанша қатты болам десең де, саяси қырата жолын жүйкеңді итеріп әкететін анық. Жат!
жау қуып шықтым деп ауылға қама. Міне! Еркектер жалма-жалақтардан шапқыл жетсе, артында мынау масқара қалған. Жаумендегі шамызақ кеткен. Көшенің жер қонарын сайылетін халқының қыз бала ар емес пе, жүрей. Қыздардың бәрін көгеннің басына кеп көгентіп, соңындағы қолына қорлатып, етектерін басына тұрып қолаптап жеп кетті. Міне, ар-намысың тапталғаны. Ал, неге үндемейсің, жөн айт? Мал өтемі бір бөлек, жан өтемі бір бөлек. Ой, батыр, жан өтемі дейсің. Әдеттегі бұл асыққа бола төбелессе, иттерсі басына қаптайтын үлкендер. Қазір ер жазып қалған өздерді бермей, бір-бірі жарып тақтырды. Жан өтемі дейді. Бір күн той қылса, ертесіне қара жамылып қаңғысып отырған нейлеміз. Оларға мал өтеміне қоса жан өтемін не үшін керек? Дейді бұл бақырлар. Сонда қалай? Қансоқталы бар қалсып, айғай таласқа түсіп, бастары қара жерге тиемесін бе? Олай болса, пайдам дегенің болсын. Ойбай-ау, жан-жан жағалыстан сәл қолдары босылса, қойдағы қошқар мен қорадағы итті таласты. Баранның ашысына оң шаққандар қолға түскелі тұтқын қазақтар керек. Көз ұшында садақаға шалынатып, қарезін шаққаннан қолға түскен азыменен оған ақлайлатып, екі өрінші. Ақыры көз ашып қолды деп жүрді. Жаңадан айталаны түтіреткен айбалды тып-тыныш болмамын болады. Құрамы ұмыт болды. Екі жігіт боламын құлармен ақтайлатып жүрді. Дектерін көріп ақтайлы қартетті жайнатты. Көз ашып тұрғанша қолдарын шаш алды. Ақтен күрсін отырады. Қолдарына бір шақпақ теріс қалған жаралmışlar. Қолдарын құлақтан тартып, жерге бұқтырып, кәргіндерді бастарына кигізді. Ақтайлықтың шөлгесі күнге күйіп кірісіп барды. Қолдырап кеп тұрған жері көңді бас тиіп қырлатып шағады. Сосын бастарына шашып, ол тиіп көркешінен өте алмай, қайтадан бастап қиғасын кесіп кері өсті. Көздері шашқалды. Қалсадан өте барып қалып жаққанды тұнда. Сталинен ұйнады. Қабырғасына қаттырақ батқаныма. Ендеше, өз елін таптауға келген мына жау өлтіріктерінің қалай болғанын есінен мәңгі кетпестей қылайын. Көпбөрінің айтып жүргенін асмау жүрмесін. Мына жабан неме Дутар мен Думанның соңына түсіп, ел намысы, ата әруағы дегенді мүлдем ұмытып кетіп жүрмесін. Sen әуелден атысты жүрісте кетіп, әкеңнің әке болып, балаңның алтаға түскен жерін көрген емессің.
жақында аңғаш. Маслихаттас болып көрмеген баламен тілдесіп көрейін. Иә, оңашаланатын да жөнің бар. Соңымыздан ешкім ермесін, бұны дәулетке өзің жеткіз. Жер астындағына тебірейді. Көңіл есім береді. Сенің мына сазды күйің айналадағы желмен ауып келе жатқандай. Неге? Мағынасы қандай? Мағына пәлен күн бөлісте түнеп қап, ботасына келді оралғанда, қаныша еміренсе де тамыры түйіліп, сүкі байланған наруана сияқты. Күйде мағынасы... Жат жерде көргеніңді жасырап, қақалап шашалап, өтірік айтасың күйші. Өткеніңе өкінбе, көргеніңе кіжінбе күйші. Өткенде кереге басынан тұтарды көріп ем. Иә, ол менің кенже балам Дәулетжанның тұтар еді. Білем.